Сәлеметсіздер ме? Мен Аманбекова Диана, 10-шы М сыныбы атынан челленджді қабылдай отырып, өзімнің сүйікті кітабым туралы айтқым келеді. Есімі өзімізге де, өзгеге де кеңінен танылған ерекше талант иесі Оралхан Бөкей, әдебиетімізге өзіндік бетімен, өзіндік өрнегін сала келген жазушы. Оның алғашқы әңгіме повестерінен ақ ешкімге ұқсамайтын, өзінше сөз саптасы, асқақ мінезі, алғыр зерде зейіні оқырманын бірден баурап алатыны рас. Артына мол әдеби мұра қалдырған Оралхан Бөкей ұлттық көркем өнерімізде өзіндік орны бар ірі суреткер. Жазушының адамның сезім тұңғиығына, жан дүние тереңіне, ой арманына үңілген шығармалары туған халқымен бірге жасасып, оның рухани игілігіне қызмет ете береді. Кез келген шығармасын адамдың тылсым оқиғаға, сезім әлеміне жетелейді. Сондай туындыларының бірі «Ұйқым келмейді» әңгімесі. Біз осы челленджді 11-ші М сыныбына жолдаймыз.